9 сынып оқушылары, бүгін біз 37-ші жаттығуды орындаймыз. Есептерді толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліп отырыңыздар. Бірінші есептен бастаймыз. Бізге осы берілген элементтердің құрамын анықтау керек. Бірінші элемент бұл бізде натрий. Так, 23, 11 натрий. Құрамы ретінде біз протон, массалық сан және нейтрон сандарын анықтаймыз. Бірінші протон саны бұл реттік номерге тең болады. Ол бізде Z бізде 11-ге тең болады. Массалық санымыз А бұл 23-ге тең. Мына жерде 23-ге тең. Енді N-ді табу үшін N бұл бізде тең болады. А-дан Z-ді азайтамыз, яғни 23-тен 11-ді азайтамыз деген сөз, бұл 12-ге тең. Реттік саны бұл бізде 9 болып тұр. Массалық сан 19, яғни массалық сан жоғарыда тұрады. Реттік саны астында тұрады. N-ді табу үшін біз мынау массалық саннан 9-ды азайтамыз, яғни 19-дан 9-ды азайтамыз деген сөз, бұл бізде 10-ға тең. Келесі күмістікі. Так, 107, 47. Так, реттік саны, немесе протон саны 47-ге тең. Массалық санымыз 107-ге тең. Нейтронның саны 107-ден 47-ні азайтамыз. Так, сонда бізде 7-ден 47-ні азайтамыз, 60-ға тең екен. 60-ға тең. Так, келесі элемент Curie. 247, 96 Curie. Так, реттік саны 96-ға тең. Массалық саны 247-ге тең. Енді протон санын табамыз. Протон санын табу үшін 247-ден 96-ны азайтамыз. 247-ден 96-ны азайтамыз. 151 болады. 151. Келесі соңғы Менделеевий деген элемент. Бұл 257, реттік саны 101. М деп белгіленеді екен. Так, Z, яғни реттік номері 101 деп жазамыз. Массалық саны бұл не тұр? 257. 257. N тең болады 150. Так, 156. Яғни 257-ден 101-ді азайтамыз, сонда 156 шығады. Екінші есепті шығарайық. Бізге дейтерий ядросының массалық ақауын, байланыс энергиясын және меншікті байланыс энергиясын табу керек. Бірінші массалық ақаудың формуласын жазамыз. Бұл бізде дельта М. Так, дельта М тең болады. Так, ZMH қосу N М. Кішкентай әріппен болады. Так, N және так, минус М А болады. Бұл жердегі біздегі Z бұл реттік номері, яғни 1-ге тең болады. Мынау N деген нейтрон саны бұл тоже 1-ге тең болады. Мына жерде МА массалық саны бұл М А, мына жерде кестеден қараймыз. Бұл 2 бүтін, не тұр біздің сутегіміз, 2 бүтін, аламыз. Яғни 2 бүтін 0,14, 10. Бұл кітаптың артқы бетіндегі кесте. Енді бұсын барлығын орындарына қойып есепті шығарайық. Дельта М тең болады, Z-дің орнына 1 қоямыз. Көбейту, мына жерде сутек атомның бір изотопының массасын аламыз. Яғни ол міне тұр. Бір изотоптың массасы міне. Мынамен аламыз. Сонда 1,00 783. Қосамыз. N бізде 1, көбейту, мынау нейтронның массасы. Нейтронның массасы міне тұр. Міне нейтрон, мынау нейтронның массасы. Сонда 1,00,866. Азайтамыз 2,014, 10-ды. Сонда тең болады 0,00239 мап шығады екен. Так, енді бізге байланыс энергиясын табу керек. Байланыс энергиясының формуласын жазамыз. Бұл, яғни дельта М, мынау массалық ауытқуды көбейтеміз 931 бүтін 5 мега электровольтқа. Сонда бұл бізде шығады 2
4,22 мега электровольт. Енді меншікті байланыс энергиясын табамыз. Байланыс энергиясы бұл тең болады. Мынау байланыс энергиясын атомдық массаға бөлеміз, атомдық санға бөлеміз. То есть сонда мынау табылған мәнді 2,22 мега электровольтты бөлеміз. Атомдық сан бұл бізде 2 атомдық масса, то есть 2 болады. Соны 2-ге бөлеміз деген сөз. Сонда тең болады. Так, 1,11 мега электровольт. Үшінші есеп, мына бізде екінші есеп. Үшінші есепті мына жерге жазамын. Натрий атомы ядросының моделін бейнелеңдер дейді. Натрий атомы бұл бізде 23, бұл А бізде 23-ге тең, реттік номері 11-ге тең. Бұл Менделеев кестесінен қараймыз, натрий атомныкі. Сонда реттік саны бұл 11 болып тұр. Массалық саны бұл 23 болып тұр. Ал нейтрон саны бұл бізде 12 болады деген сөз. Жұмысының есептерін шығарайық. Бірінші есепте изотоптардың ядролық құрамын анықтау керек. Яғни ядролық құрамына протон, нейтрон және массалық сан кіреді. Бірінші неондыкін табамыз. Бұл 20, так, 10 неон. Бірінші реттік саны немесе протонның саны, Z бұл бізде 10-ға тең болады. Массалық санымыз А бұл 20-ға тең. Ал нейтрон саны бұл білеміз, Адан Z-ті азайтқанға тең, яғни бұл бізде 20-дан 10-ды азайтқанға тең болады. Бұл 10-ға тең деген сөз. Екінші неонның 21-да 10 изотопы берілген. 21-нақта 10 болады неондікі. Так, реттік саны 10, атомдық саны, массалық саны, то есть 21, N 11-ге тең. Соңғы изотоп бұл 22, 10, так, неондікі. Бұл Z тең болады 10-ға, А тең болады 22-ге, N сонда 12-ге тең деген сөз. Яғни мына формуламен шығарылады. Енді табу үшін мына формуланы қолданасыздар. Так, енді келесі екінші есеп. Екінші есепте алюминийдің ядросының байланыс энергиясын анықтаңдар дейді. Яғни бұл жерде 27, 13 алюминий берілген. Так, бізге алюминийдің реттік саны Z бұл 13-ге тең. Так, нейтрон саны ол так 14-ге тең. Яғни 27-тен 13-ті азайтамыз. Так, массалық атом массасы, яғни мына жерден алюминийдікін қараймыз, бұл не тұр? Бұл 27,98, 154. Так, МА бұл 27,98, 154 дейміз. Енді байланыс энергиясын табу керек. Байланыс энергиясының формуласын жазамыз. Яғни бұл бізде байланыс энергиясы ол тең болады. Так, Z MH көбейт, так, қосу N MN азайту MA. Оны біз 931,5-ке көбейтеміз. Енді ондарына қойып шығамыз. Байланыс энергия бұл тең болады. Z бізде 13 болды, 13 көбейтеміз. Мына жақта сутектің бірінші изотопын аламыз. Бұл 1,00783. 1,00783 қосамыз. N 14. Бұл мына жерде нейтронның массасы 0,0866 екен. Так, 866, то есть мынау мәнді алатымыз. Және сутектің бірінші изотопы мынау мәнді аламыз. Одан азайтамын массалық сан. Мынау алюминийдікі 27, атом массасы, то есть 27,98, 154. Осыны мынау мәнге көбейтеміз. Так, 931,5 сында тең болады. 224,9 мега электровольт. Үшінші есеп шығарайық. Бізде азот үшін меншікті байланыс энергиясын анықтау керек. Азот ол реттік саны 7-ге тең. Атомдық саны, то есть массалық саны бұл 14-ге тең екен.
Енді мына жаққа жазып қояйық. То есть Z бізде 7-ге тең болады, иә, протон реттік сан, ал А бұл 14-ге тең, ал N-іміз тоже 7-ге тең болады. Өйткені 14-тен 7-ні азайтамыз. Енді М бұл бізде тең болады 14,0307. Яғни алдыңғы кестеден қараймыз. Алдыңғы кесте бойынша, мынау кесте бойынша азоттың изотопын, өзімізге қажетті изотопты таңдап аламыз. Мына жерде біз мынау изотопты аламыз, яғни 14-те 7. Так, міне 14,000307 мынаны аламыз. Так, міне мынаны аламыз. Так, енді ары қарай бізге меншікті байланыс энергиясын табу керек. Так, бірінші меншікті байланыс энергиясын табудың алдын байланыс энергиясын табуымыз керек. Е байланыс энергиясы, ол формуласы тең болады. Так, ZMH қосу N, M, так, нейтрон, азайту M, А көбейту, так, 931,5-ге. Так, мынаны қашықтаймыз. Енді мынаны орындарына қойып шығамыз мәндерді. Так, Е байланыс энергиясы, ол тең болады. Z бізде 7 болып тұр, 7 көбейтеміз, мына мәнді аламыз, яғни сутектің бірінші изотопынікі, яғни 1,00783 қосамыз, N тоже 7-ге тең. Мынау бізден нейтронның массасы 1,00866, азайтамыз 14,00307-ні. Осыны көбейтеміз 931,5-ге. 1,5-ге. Сонда тең болады. Бұл 104,66 электровольтті береді. Енді меншікті байланыс энергиясын табу үшін бұл байланыс энергиясын атом массалық санға бөлеміз деген сөз. Яғни бұл жерде 104,66-ны бөлеміз 14-ге. Сонда тең болады. Так, 7,47 мега электровольт. Так, соңғы төртінші есепті шығарайық. Бізде 140 нуклоннан тұратын атомның меншікті байланыс энергиясы 200 нуклоннан тұратын атомның меншікті байланыс энергиясынан неше процентке артық дейді. Яғни 221-ші суретті пайдалануымыз керек, яғни меншікті байланыс энергиясын табу үшін. Бірінші жағдайда 140 болған кезінде, яғни Амыз 140 болса, меншікті байланыс энергиясы кестеден қараймыз, яғни мына жерде 140-ты тауып аламыз, міне 140, и мына жаққа сәйкестендіреміз, мынау сызыққа сәйкестендіреміз. Сонда осылай үздік сызықтармен сызып сәйкестендіреміз. Сонда мына жерде тұр, бұл мына жақта алып келеміз былай. Сонда бұл 8 пен 9-ның дәл ортасында тұр. Сонда 8,9 деп алсақ болады, мега электровольт нуклон. Екінші жағдай бұл так, 2 дек, 1 дек, бұл 200 болғанда. 200 болғанда меншікті байланыс энергиясы, міне, мынау әрқайсысы 20 бөліктен, өткені 20, мына жерде 40 деп аламыз, 60, мынау 80, и солай кете береді. Енді біз 200-ді табу үшін, мынау 220 берілген, значит, мына жері бізде 200 деген сөз. Мынау 200 деген сөз. Осы жерден мына сызыққа дейін алып келеміз. И мынау байланыс энергиясын табамыз осылай. То есть мынау қарап тұрсақ, дәл неде тұр, 8-де тұр. Дәл 8-ге кеп тұр мына жері. Сонда бізде 8 деген сөз, мынау 8 мега электровольт бөлінген нуклон. Мынау бізде 8-де 9 емес, 8-де 5. 5. Енді біз процентті табу үшін, қанша процентке артық болғанын табу үшін, не істейміз, екі меншікті байланыс энергияларын бөлеміз. Яғни бірінші 8,5-ті 8-ге бөліп 100-ге көбейтеміз, 100%-ке. Сонда бұл жерде 106% шығады. Яғни 106%-тен біз 100%-ті азайтамыз. Сонда 6% қалады. Яғни бізде 140 нуклоннан тұратын атомның меншікті байланыс энергиясы 200 нуклоннан 6%-ге көп деген сөз.